Алла ризалығы үшін жасалған әрбір іспен берілген затқа садақа дейміз. Берілетін садақаның үлкен кішісі болмайды. Не берілсе де, ықыласпен Алла разылығы үшін берілуі қажет. Оң қолың бергенді сол қолың көрмесін хадисіне сәйкес берілген садақамен жасалған жақсылықты жасырын жасау ең абзал амалдың бірі. Видеоны соңына дейін көріп, қазақша арнаның дамуына үлес қосу үшін қоңырау батырмасын басып тіркеліп кетіңіздер. Жасаған жақсылығыңыз садақа болу үшін діни тұрғыдан 3 ерекшелікке ие болуы керек. Мұқтаж жанға беру. Алла разылығы үшін берілуі. Берілген садақа өз мүлкінен, адал табысынан болуы тиіс. Аз болсын, көп болсын садақа беріп жүр. Шынында садақаның 10 пайдасы бар. 5 пайдасы осы дүниеде, 5 пайдасы о дүниеде. Бұл дүниедегі 5 пайдасын айтар болсам, біріншіден мал дүниесі тазарады. Пайғамбарымызда айтқандай, назар аударыңдар. Сөзсіз сауда-саттыққа бос сөзділік, орынсыз ант ішу және жалған сөз араласады. Сондықтан оны садақамен тазартып отырыңдар деген. Екіншіден бойды күнәдан тазартады. Алла тағала Құран кәрімде олардың мал дүниелерінен садақа, зекет алып тұр. Ол оларды күнәдан тазартып, берекет артсын. Үшіншіден бәле жаладан, ауру сырқаудан аман болады. Пайғамбарымыз былай деген: сырқаттықтарыңды садақамен емдеңдер. Төртіншіден кедей-кепшіктерге, пақыр міскіндерге қуаныш сыйлайды. Мүмін мұсылман үшін ең абзал іс адамдарға қуаныш сыйлау. Бесіншіден мал дүниесіне береке кіріп, ризық несібесін кеңейтеді. Құранда Алла үшін не жұмсасандар, ол оның есесін береді деген. О дүниедегі 5 пайдасы. Бірінші, махшардағы қатты ыстықта сая болады. Екінші, есеп қисабы жеңіл болады. Үшінші, амал таразысының жақсылық тарапы ауыр басатын болады. Төртінші, сырат көпірінен тез өтеді. Бесінші, пейіштегі мәртебесі артады. Шайтан бергізгісі келмесе де садақа беру керек. Бір аяти каримада былай делінеді: шайтан сендерді Аллах жолындағы қайырымдылықтарыңа кедей боп қаласың деп қорқытады және садақа бермеулеріңді әмір етеді. Садақаның пайдалары туралы хадис шәрифтерде былай делінеді: жасырын не ашық түрде көп садақа беріңдер, ризықтарың көбейеді, көмекке ашық болыңдар, дұғаларың қабыл болады. Ауруларыңды садақамен емдеңдер. Садақа барлық ауруды және бәлені қайтарады. Ілімділер ілімінен, мал-мүлкі барлар мүлкінен садақа берсін. Жақсылық өмірді ұзартады, садақа күнәларды кетіреді және жаман өлімнен қорғайды. Садақа берген адамның ризығы көбейеді және дұғасы қабыл болады. Судың отты сөндіргендей садақа да күнәларды жояды. Уаллахи, садақа берумен мал азаймайды. Олай болса садақа беріңдер. Садақа дүние мүлікті көбейтеді. Олай болса садақа беріңдер. Садақа 70 түрлі бәленің алдын алады. Бұлардың ең жеңілі алапес ауруы. Садақа шайтанның белін сындырады. Садақаның басқада пайдасы жайлы білесіз бе? Садақа жаннаттың бір есігі. Садақа игі істердің төресі. Ал ең жақсы садақа аш адамды тамақтандыру. Ақырет күні садақа сая болып пендені тозақ отынан арашалайды. Садақа Алланың ашуын және қабірдің ыстығын қайтарады. Марқұм үшін бұл дүниеден жетер ең керемет сыйлық садақа. Алла тағала садақа үшін сауапты еселеп береді. Садақа ізгі амалдарды көбейтіп, жан тазаруына септігін тигізеді. Садақа ақырет күні садақа берушінің жүзіне бақыт сыйлайды. Садақа ақырет күні жан тыныштығының себебі, ірі өткен күнге өкінішті жоюшы. Садақа күнәнің кешірілуіне және өткен күнгі қателіктердің өтемі. Садақа беруші адамда, оның жақын адамдары да сауапқа кенеледі. Алла тағала садақа беруші адамға көптеген сауап уәде еткен. Ақшасын садақаға жұмсайтын адам ізгі адамдар қатарынан болады, көпшіліктің махаббатына бөленеді. Садақа мейірімділік пен ізгілік белгісі. Садақа берушінің дұғасы қабыл болады. Алла тағала ол адамнан ауырпашылықты алыстатады. Садақа бұл дүниедегі жамандық атаулының 70 есігінің жабылуына себеп. Садақа берушіні көптеген жамандықтан сақтайды. Ұрлық, ауыр өлім, күйік шалу, суға бату және тағы басқалар. Құс пен жануарға берілген садақаға да сауап бар. Садақаны шын мұқтажға берген жақсы. Мешітке садақа берсеңіз, Алланың үйінің кем кетігін бүтіндегендей боласыз. Жетім жесірге садақа беріп, жақсылық жасасаңыз, олардың басындағы шаштарындай сауап аласыз. Медресе шәкірттеріне садақа берсеңіз, білімге жол ашқандай сауап болады.
бір жақсылық жасасаңыз, Алла 10 жақсылық жазады, осыны ұмытпаңыз. Бұл деректі көпшілікпен бөліссеңіз де сауапты болады. Білген білімімен бөліспесең, білгеніңнен не пайда деген екен. Алла тағала садақаларыңызды қабыл етсін.